Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен изюм қосылған ірімшікті шоколадты пирог дайындаймыз. Алдымен барлық құрал заттарды біріктіріп аламыз. Ұн, қопсытқыш, 2 ас қасық какао, тұз және ванилин салып, үстіне қант қосып, жақсылап араластырамыз. Үстіне тоңазғыштан шыққан салқын сары майымызды салып, қолымызбен араластырамыз. Нәтижесінде бізге шашыраңқы, бір-бірімен бірге қоймайтын масса шығуы тиіс, яғни крошка шығады. Ортасын ашып, үстіне жұмыртқамызды саламыз. Байқасаңыздар, қамырымыз әлде бір-бірімен дұрыс бірікпейді. Сол себепті үстіне 4 немесе 7 ас қасық сүт құямыз. Бұл енді әр кезде әрқалай болуы мүмкін. Мен бастапқыда 4 ас қасық сүт құйдым, кейіннен тағы да 3 ас қасық сүт қосуыма тура келді. Сонда барып қамырым бірікті. Сондықтан да сүтті немесе суды құйған кезде аздап құйыңыздар. Басында 4 ас қасық құйып көріңіздер. Егер де бірігіп жатса, онда ары қарай құюдың қажеті жоқ. Нәтижесінде бізде осындай тығыз, аса қатты емес қамыр шығуы керек. Енді осы қамырымызды 2-ге бөлеміз. Пакетке салып 1 сағатқа немесе 40 минутқа мұздатқышқа қоямыз. Негізі какаоның орнына куркума қоссаңыздар да болады. Яғни біз бағана 2 ас қасық какао қостық. 2 ас қасық какаоның орнына ұнды салып, үстіне жарты шай қасық куркума салсаңыздар, сіздерде сап-сары, тағы да әдемі пирог шығатын болады. Енді салмасын дайындаймыз. Ірімшіктің үстіне қант, жұмыртқа, ванилин және манны салып, жақсылап араластырамыз. Немесе блендерден өткізіп алсаңыздар, тіптен жақсы болады. Егер блендер болмаса, онда ірімшікті алдын ала сүзгіден өткізіп алған дұрыс. Мен тек ұмытып кетіппін, сондықтан осы күйінде саламын. Енді мұздатқыштан шыққан қамырымыздың бірінші бөлігін осылай формамыздың бетіне теркадан өткізіп аламыз. Және форманың бетіне бір келкі етіп орналастырамыз. Негізі бұл пирог, егер де формаңыз дөңгелек болатын болса, диаметрі 22-24 см формаларға да жақсы келе береді. Бір келкі етіп орналастырдық. Енді бетіне начинкасын салатын боламыз. Абайлап саламыз. Үстінен қатты басудың қажеті жоқ. Лопаткадан гөрі осылай қасықтың көмегімен салған ыңғайлы болады. Бір келкі етіп орналастырып алғаннан кейін бетіне изюм немесе кез келген бір қандай да бір жидектерді қоссаңыздар да болады. Малинаны, клубниканы, болмаса қарақатпен тіптен үйлесімді болады. Мен бүгін изюммен жасаймын. Енді бетіне қамырдың екінші бөлігін осылай теркадан өткізіп, тегісті етіп жайып шығамыз. Үстінен қатты баспай, қасықтың көмегімен бетін тегістеп аламыз. Енді алдын ала 180 градус температурада қыздырылған пешімізде шамамен 30-35 минут пісіреміз. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Нәтижесінде осылай болып шығады. Суыған соң пирогтардың шеттерін алып тастауға болады. Әрине бұл өзіңіздің еркіңізде. Мен тек әдемілік үшін шеттерін алып тастадым. Сосын әртүрлі бөліктерге бөліп дастарханға ұсынсақ болады. Сондай-ақ бетіне қант, ұнтағын сепсеңіздер де үйлесімді болады. Сонымен міне біздің пирогымыз дайын, дастарханға ұсынсақ болады. Пирог өте дәмді әрі қарапайым жасалынады. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Кез келген назарынан тыс қалмайтын сұранысқа ие пирогтардың бірі. Сондықтан да қорықпай жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Және начинкасын өздеріңіздің қалауларыңызға қарай ауыстыра берсеңіздер болады.